құрметті көрермендер, құрметті қонақтар, Иран Ислам Республикасында тұратын қандастарымыздың алғашқы көшінің атамекені қасиетті Маңғыстау жеріне оралғанына 20 жыл толуына арналған Атажұртта 20 жыл атты салтанатты шарамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі салтанатты жиынымызды құттықтау сөзімен ашып беру үшін Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Әміржанов Рахымбек Маршалұлын төрімізге шақырамыз. Құрметті жерлестер, сіздерге Маңғыстау облысының әкімі Алик Серікұлы Айдарбаевтың құттықтауын оқып беруге рұқсат етуіңізді сұраймын. Ардақты ағайын, Иран Ислам Республикасының тұратын қандастарымыздың алғашқы көшіне атамекен қасиетті Маңғыстау жеріне оралғаны 20 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз егемендік алғалы 32 мыңнан астам жанұя, оның ішінде Ираннан 400-ге жуық отбасы киелі өңірге оралып, қазаққа қатты. Олардың ұрпағының ұлттық тілмен сондастарын ата-бабаның салтымен әдет-ғұрпының әр аласын Атажұрттың бір ұс топырағын бұйырысына деген тілек жетелді. Тәуелсіздік жылдарының бері 1 миллион аса қандастарымыз Атажұртына оралған екен. Бұл әрине аз көрсеткіш емес. Қазақстан Республикасы президенттің жолдауымен 2007 жылы Ақтау қаласына қарасты селолық елді мекенде Мұнайлы ауданында құрылған баршаңызда мәлім. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2011 жылғы халыққа жолдауында біз талай заманда тардай шашылып кеткен қандастарымызды атамекенге жинаған әлемдегі 3 елдің бірі болдық деген болатын. Бұл маңызды жоба осы сөздің айғағы халық игілігі үшін атағымызды істеуіміздің бірі. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарына бұрынғы ұртыс жүйене ұлдырғының туындаған көптеген қиындықтарға қарамастан қазақ халқының басын өз отындағы қосуға бел байлап, сол жолда жүргізген және жүргізіп келе жатқан елбасымыздың ұстанымы мен сарбаздық саясатының арқасы. Елге ел қосылса, көп демекші қатарымызды толықтарып, халық өсімінің көбейіп жатқан қандастарымыздың бүгінгі мерекесімен шын жүректен құттықтап отыра, денелеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Атажұртына деген сарғайған сағынышын арқалып, елім қазағым деп туған елдің топырағына әлі талай бауырымыздың оралатынына сенемін. Құрметпен Маңғыстау облысының әкімі Алик Серікұлы Айдарбаев. Бүгінде Маңғыстау облысының гимніне айналған әсем ән ақын Светқали Нұржановтың сөзіне жазылған Елена Әбдіхалықованың Маңғыстау әні орындайтын осы қасиетті қара шаңырақтың әншісі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Жоламан Көшкінов.
самал көлім, далбас далам менің, менің киенім, мен сені сүйемін аңдастан. Кешегі өткен абыздардан көлермейдің аңыз қалған мұрамын. Жігер қайнап ұлдарында жағады әлі шыңдарықта орамын. Теңіз қап талқан шалқан маңғыстан, айнымас антынан салтынан маңғыстан. Сабырдан самал көлім, далбас далам менің киенім, мен сені сүйемін аңғыстан. Сабырдан самал көлім, далбас далам менің киенім, мен сені сүйемін аңғыстан. Шыңғыттайға бір кездегі күмбірлейді күмбездерім далада. Дәрге кеткен қоныс болған қазақ қанас орыс қырған далама. Теңіз боп қалқан шалқан маңғыстан, айнымас антынан салтынан маңғыстан. Сабырдан самал көлім, далбас далам менің киенім, мен сені сүйемін аңғыстан. Сабырдан самал көлім, далбас далам менің киенім, мен сені сүйемін аңғыстан. Сен аңсап шарқырап маңғыстан. Ғұлама Көшкінов. Кеңес үкіметі орнаған соң ең алдымен қазақ халқының ел басқарған билерін, дәулеті мен ауылын асыраған байларын, рухани ілім игеріп, жұртты имандылыққа баулып жүрген дін иелерін, игі жақсылар мен олардың ұрпақтарына дейін жаппай қудалау кезеңі басталды. Халық жауларын тауып, жазықсыз жазалаулар, жала мен итжеккенге айдату оқиғаларын тарихтан білеміз. Ал бишкештердің бодандығына мойынсынбай, қуғын сүргенмен сергелдеңге салып күн көрсетпеген қызыл үкіметтің айтқанымен жүріп айдауына көнбеген, абайсыз өскен алшаң, тәксіз өскен тарпаң жұрт түбі бір түркі туысын ғой деп Орта Азия елдеріне ауып, түркмен, өзбек, тәжік, түрк топырағында тұрақтаған. Ол жерде де шолақ белсенділер жауаптап, тәркілеп, тінткілеп, тыныштық бермеген соң, жартысына жуығы діні бір мұсылман бауырымыз ғой деп ауған, парсы, араб елдеріне дейін бас сауғалауға мәжбүр болған. Олар жан-жақта жібі үзілген таспиықтың тасындай шашырап, жеті патшалықтың жерін басып, жеті жұрттың тілін біле жүріп, өз дәстүрі мен дәбінен жаңылмай, дініне берік болып, қанын, жанын, тілін таза сақтай алған.
тек қана қарабастардың қамын күйттеп қоймай, қиын кезеңдерде өздеріне қамқор, пана болған жат жұрттың да өміріне етене араласып, еңбегіне ортақтасып, дәм тұзын адалдан татты, масыл болған жоқ. 70 жылдың ішінде 2-3 буын ұрпақ ауысып үлгерді. Бір кездері есі кірген баласы аттың жалында, түйенің қомында, туған топырағында кіндік қанын тамып үлгерген сәбилері ата-анасының қолында. Дәм тұзы, көрер жарығы барлары әкенің белінде, шешенің құрсағында. Кете барған бауырларымыз қазақ елі тәуелсіздік алған соң жаппай атамекеніне ағылды. Олар өмір бойы туған топырағын аңсады, жұртта қалған елін сағынды, өңі түгілі түсінде көрмеген өз мемлекетіне асықты. Ата әжелері, әке шешелері күні түні зарлап, құлағына құйған қазақы қағидаларын Құраннан кем көрмеді. Оралды, туған жерге басын иіп сәжде қылды, топырағын сүйді. Аманат сүйектері далада қалған ата бабаларының, ағайындарының аңсар армандарын, мақсат мұраттарын қоса арқалап келіп, тілекке тілек, білекке білек, күрекке күрек қосты. Содан бері 20 жыл өтіпті. Осы уақыттар ішінде бұл ағайынның арасынан шыққан белгілі тұлғалардың есімі күллі қазаққа мәшһүр болды. Сондай ардақты ағаларымыздың бірі ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Ислам Жемелей жиынымызды кіріспе сөзімен ашып берсін. Бүгін қазақ диаспора үшін өмір бойы атамекенді сағынған шетте жүрген ағайындар үшін бір ерекше күн. Өздеріңіз қазір сезіп отырсыз. Мен тебіреніп тұрмын. Неден? Қуаныштан. Себебі біздің сағынышты өткен жылдарымызды Алла Тағала ешбір елдің азаматына бермесін. Отансыз, ұлтсыз ер болғанша адам өмір сүрмей қоя қойын деп сондай сезімде болады. Өзіңіз білесіз, диаспора деген бірнеше түрі бар. Біреулер тойғаннан елінен кетеді. Дүнияви қызықты іздеп кетеді. Олардың есебі белгілі. Ал біреулер атамекенден өз қалауым емес, амалсыздан көшеді, амалсыздан кетеді. Мінекей біздің Иран еліне қоныс аударған ағайындар, олар амалсыз, мәжбүр, солақай саясаттың кесірінен сол жаққа қоныс тепкен ағайындар. Біздер сол 1929-32 жылдарда барған аталардың алғашқы жетілген, оққан азаматтарымыз. Сондықтан аталарымыз бізге өз сағыныштарын аманат етті. Біз сол аталарымыздың сағынышпен өстік. Мінекей бүгінгі ұрпақ осында біздің тәуелсіз елімізде туып өсіп жетілген, сол ұрпаққа біз сол сүйіспеншілігімізді, сол сағынышымызды аманат еткіміз келіп тұр. Соған бүгін мүмкіндік жасаған облыс әкімі Әлиев Айдарбаев мырзаға, барлық осындағы мекемелерге, осындағы ағайындарымызға шын жүректен алғыс айтамыз. Бұндай кезде сөз сөйлеуде оңай емес. Себебі адамның ойы 60 жылдық, 70 жылдық жаңа өткен сағыныш жылдарымен бүгінгі жетістіктерді ұштастырып, қайбір қуанышын, қайбір іске асқан арманын айтуға асығып, бір-бірімен жарысып жатады. Сонда адамның тіліне көп деген сұлу да, сезімтал да, ойлы да уақиғалар, сәттер еске түсіп, осы қайбіреуімен ағайындарды мен бөлісейін деп жарысқа түседі.
Соның бірі аталарымызға рахмет, себебі бізге ұлайы айтып отыратын сөзі: айналайындар, біз шүкір етейік, мұсылман еліне келдік. Бұл жерде енді қонақ болып міне мекендедік. Бірақ біздер осында өлсек те, еліміз тәуелсіз болатын күндер, жылдар алыс емес. Сіз міндетті түрде сол ата мекенге ораласыңыз. Оралған кезде қазақ екеніңізді ұмытпаңыз. Өзіңіздің тіліңіз бен дініңізді ұмытпаңыз. Біз сол үшін де келдік деп, бізге өсиет еткені өзінің жемісін берді. Себебі күні бүгінге дейін де сол дәстүрмен келе жатырмыз. Сағыныш күндерімізден тек бір үзінді тағы айтатын болсақ, Каспий теңізінің ар жағында тұрып, Алла Тағаладан тілейтін едік: ей Алла, қашан болатын толқындармен елімізден бір кеме келіп, бәрімізді елге жеткізсе деп жылайтын едік. Алла сол күн қашан жетеді? Таңғажайыбы 1991 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев қазақ диаспорасын Истанбулда қабылдағанда, сонда біз өтініш айтқанбыз: мына ауған қазақтары қазір өсіп жүр, еш жердің азаматы емес. Соларды бірінші елге оралуына көмектессеңіз. Екінші, мына Иран елімен, мемлекетімен, үкіметімен сөйлесіп, ресми түрде қазақтардың елге оралуына қолдау көрсетсеңіз дегенде, біздің өтінішіміз қабыл алып, өзіңіз білесіңіз, 1993 жылы 7700 босып жүрген ауған ағайындар бірнеше мемлекеттен ұшақ арқылы, самолет арқылы елге оралуына жағдай жасалды. Ал енді 1995 жылы Иран қазақтары көрші тұрса да алғашқы көшін кемемен бастады. Сонда 1995 жылы осында қарсы тұрғанымызда, жастық шақтағы ана кесіктің ар жағында тұрып, Аллаға жалбарынып жылаған күндеріміз есімізге түсті. Біз Алладан не сұрап едік? Ей Алла, елімізде бір кеме жіберші, бізді елге оралсын деген. Алла Тағала сол тілегімізді қабыл алыпты. Себебі көшіміздің алғашқы легі кемемен келді. Демек, адам не нәрсені ниет етсе, не нәрсені армандаса, соған ұмтылса, Алла Тағала жар болады, соны іске асады. Бұлай айтқанда, Иран қазақтары қазақ диаспорасының ішінде ең бақытты диаспора. Себебі бірнеше артықшылығы бар. Біріншісі, елбасының тікелей қолдауымен, көмегімен біздің көш іске асты. Екіншісі, өздерінің аталары туған, өскен Маңғыстау өңіріне оралды. Сосын осында әзір аттағы жетпеген ағайындармен де қауышты. Өзінің еліне келді. Бұлай айтқанда 100% Иран қазақтары бұрынғы аталарының жеріне келді. Бұл ешбір қазаққа, диаспора қазағына нәсіп болмаған бақыт. Сол үшін құтты болсын. Біз Иранда жүргенде ұл қыздарымыз мектепке барып, өз ана тілін ұмыта бастағанда, алғашқы рет оқыған қазақтар Мұхаммед Ескелді, Қажы Шатқа, Абубакр Павиз, Нияз Тоғыш, тағы да 7-8 азаматтарымыз университет бітірген. Сонда біз не істеуіміз керек деп ойланып, Иранда Иран мәдени қоғамын ашып, Қазақстандан алған кітаптардан оқулы жазып, қазақ тілдерін дамытуға жаңа оқулықтар арқылы мұғалімдер жетістіріп, әжептәуір еңбек еттік. Мына жерде Ғафур отыр, Қаржа отыр. Сол жігіттер үлкен топ едік. Біздің енді
мына Иран мемлекетпен өзіңіз білесіз 3000 жылдық тарихи байланысымыз бар. Көршілес еліміз. Сондықтан біздің тарихнамаларында олардың мәселен біздің ежелгі дәуірге байланысты, орта ғасыр дәуірге байланысты Иран тілінде, парсы тілінде көп деген тарихнамалар бар. Мен жаңағы Иран диаспорасы бақыт дейтініне сондай үлкен қазыналы елдің туып, өсіп, парсы тілін үйреніп, бүгін оралған кезінде өзінің үлкен үлестерін қосуға мүмкіндік алды. Біздің 3000 жыл тарихымыздың қазір бастауы, мысалы жаңа Авеста кітабынан бастап, жаңағы Атамалик Джовейни, Джама Табарих, жаңағы Фазл Рашидин, сосын Зафарнаме, Шарафеттин Әли Язди, сосын біздің тарихымызды қазақ хандығы құрылғаны 1465 жыл болды деген Тарих Рашиди Мырза Хайдар Дулаттың кітаптары барлығы парсы тілінде жазылған. Алла Тағала егер қаласа, бір нәрсені біз жаман ойлағанда жақсылыққа айналдырады. Соның бір белгісі мына бақытты диаспорада отқаным Иран қазақтары сол Иранда туып өсіп оққаны, жетілгені біздің тарихымызға, мәдениетімізге үлес қосуға үлкен септігін тигізді. Себебі біз 3000 жылдық тарихи мәдени байланысы бар елдің азаматы болып қалыптастық. Біздің көзқарасымызға да, елді сүюге де, адамзатты сүюге де, дінді сүюге де үлкен мүмкіндік берді Иран мемлекеті. Иран халқы да салт дәстүр жағынан бізге жақын болғандықтан бізді ылғи қолдау көрсетті. Мінекей 1992 жылы елбасымыз Иранға сапар шеккенде Иран үкіметі бұл мәселеге өте жақсы қарап, біздің ресми түрде ешқандай қиналысқа түспей көшуге мүмкіндік жасады. Бұл үшін де біз мінекей Иран еліне де рахмет айтуымыз керек. Себебі біздің елімізге, біздің қиналмай елге оралуымызға мүмкіндік жасады. Жаңа айтып отқандай, біз жаңа салыстырамын, 45 мемлекеттің ішінде Иран қазақтары бұлай салыстырмалы түрде бәрі оқыған деуге болады. Себебі ең кемінде 12 жылдықты бітіріп, түрлі мамандықтарға қол жеткізді. Бүгін Маңғыстауда 100-ден аса мұнай саласында жұмыс істеп жүрген техник мамандарымыз соның бір белгісі. Екіншіден, 50-ден аса жоғары оқу орындарын бітіріп, түрлі мамандықтарда, түрлі салада бүгін өз елімізде қызмет етіп жүр. Үшіншіден, елдің арқасында, тәуелсіздіктің арқасында біздің көптеген жастарымыз болашақ бағдарламаға ілініп, шетелдерден де білім алып келді. Қазір Біріккен Ұлттар ұйымынан бастап, мына еліміздің көптеген мекемелерінде Иран қазақтары қызмет атқарып келе жатыр. Оған да өзіңіз куәсіңіз. Бұл да елдіктің белгісі, бұл да тәуелсіздіктің жемісі деп есептейміз. Соның ішінде бір айтарымыз, биыл өзіңіз білесіңіз, 520 жылдық қазақ хандығының құрылғанына. Мен өзім мысалы мінекей Иранның Теһрандағы ұлттық университетін бітіріп, сол жақта 10 шақты жыл мұғалім болып, жұмыс істеп, Иранның мәдениетімен, әдебиетімен, тарихымен жақсы таныс болғандықтың арқасында бүгін өз еліме бір мәдени тұрғыдан, тарихи тұрғыдан қызмет жасайғаныма да өзім бақыт сезінемін. Себебі Алланың тағдыры ғой. Мен Иранда жүргенде парсы әдебиетінен, тарихтан, логикадан, ислам философиясынан сабақ бердім. Парсы тілінен сабақ бердім. Соның бәрін Алла Тағала бүгін үшін істетіп атқандай болды. Себебі елге оралғанда парсы тілінде жазылған тарихи Рашиди еңбегін
қазақ тіліне аудару керек болды. Ал ол үшін бұндай күрделі тарих рашид сияқты күрделі кітапты аудару үшін ислам тарихын, ислам философиясын, Орта Азия мен Иранның тарихын, Иран әдебиетінің көркем жаңағы поэзиясын бәрін игерген болмасаң, бұны аудару мүмкін емес еді. Сондықтан мен Алланың ісіне сондай мамандықтарға Иранда мен дайындап, осы кітапты аударуға мінекей нәсіп еткендей болды. Мына осы күрделі кітапты 1999-дан қолға алып, міне күні бүгінге дейін онымен айналысып, монографиясын жазып, әлемде бірінші рет осы кітаптың монографиясы жасалды, ол да Қазақстанда. Былай айтқанда, Қазақстандағы шығыстану саласына өзіміздің үлесімізді қоса білдік. Тарих рашидиде биылғы мысалы 550 жылдыққа байланысты мінекей қайта жаңа редакциясымен, жаңа текстологиясымен қазақ тіліне аударып, биылғы тойға сыйладық. Себебі қазақ хандығының 550 жылдығы тікелей осы кітаптың мәліметіне байланысты. Бұл кітапта 39 тарауда былай жазады. Қазақ хандығы 870 жылы хижри қамари, яғни 1465 жылы құрылды дейді. Ал енді 1465 жыл дегенде биыл соған неше жыл толды? 550 жыл. Онда осы кітапты шеге бүгесіне дейін зерттеп, оның философиялық, тарихи, әдеби мәнін ашып аударуға Алла Тағала көмектеспегенде кім көмектесті? Дұрыс, бір кезде біз қиындық көрдік. Аталарымыз өзінің қонысынан басқа елге кетті, бірақ Алла Тағала соны жақсылыққа жазып отыр. Үлес деген осы. Бүгін шет елдерден қандай үлкен мамандар келіп, бір кездері біз тарихнамамызды тек қана шет елдің шығыстанушы тарихшыларынан оқитын едік. Мына орталық Азияның үлкен маманы Бартолттан оқитын едік, Ратловтан оқитын едік. Орыстардың, Еуропаның ғалымдары былай деп оқитын едік. Қазір мінекей тәуелсіздіктің арқасында миллиондан аса қазақ шет елден атамекеніне қоныс аударып, бір жағынан санын көбейтсе, екінші жағынан сапасын арттырды. Үшінші жағынан мінекей мәдени тарихи саланы зерттеуге де тәуелсіздікке жол ашты. Енді біз қазір шет елдің шығыстанушысы, тарихшысы былайды деп жазбаймыз. Енді тікелей өзіміз Иранмен мәдени байланысымыз бар. Көптеген сөздіктер жаздық. Көптеген Иранның тарихын аудардық. Иран тарихы Шабаниді. Парсы тілінде, қазақ тілінде сөздіктер жаздық. Парсы тілінде, ағылшын тілінде сөздіктер жаздық. Сонымен қатар Иран мен Қазақстанның мәдени байланыстығын қаншама кітаптарда жариялады, мақалалар жарияланды. Соның арқасында қазір Қазақстанның жоғары оқу орындарында бұрынғыдай Мәскеуде шыққан оқулықтар емес, өзіміздің өнімдерімізді, өздеріміздің кітаптарымызды пайдаланып жатыр. Оны мінекей осы жерде көз ашық зиялы қауымның өкілдері, Насамет Қали, Сабыр сияқты бүкіл республика танымал ақындар жақсы біледі. Себебі бәріміз енді осы мәдениетпен, тарихпен, әдебиетпен айналысып жатқан жоқпыз ғой. Бүгінгі жиынымыз да сол ғой. Бір-бірімізді білейік, не істеп жатқанымызды, не үлес қосып жатқанымызды. Құдайға шүкір, бүгін республикадағы барлық тарихшы ғалымдар, әдебиетшілер, философтар барлығы мына қазақ диаспораның қосқан үлесін мойындап отыр. Енді осы жемісіміз, осы табысымыз құтты болсын дегім келеді. Жаңағы бақыт дейміз ғой. Мына Маңғыстау дегенде біз қай ұрпақпыз? Иранда Темірбай, Жаңбыр, Емберген, Қайырбай, Дәстен, Зайыр, Нұрымшат аталарымыз, ағаларымыз, тағы көп деген ағаларымыз бізді күні түні Маңғыстаудың әнімен, жырымен тәрбиеледі ғой. Қазақта бір дәстүр бар. Бұл жақта мен көрген жоқпын. Иран астықтан ойын дейді.
Мына келін түскеннен кейін ол келінді шақырады, түнде той жасайды. Сол түнгі мына кеш дейміз ғой, кеште ойын дейді қазақтар. Ал ойын таң атқанша созылады еді. Жаңа аталған ардақты көбесі дүние салған қолдарда домбыра, мінекей Маңғыстаудың барлық жырларын бізге жырлап, біз таң атқанша біздің еститініміз осы Маңғыстаудың жырлары еді. Қайда жүрсек, Маңғыстаудың әуенін естігенде сағыныш, әдемі бауырмал күндер есімізге түседі. Қанша әжелеріміз, аталарымыз мейірімді еді. Ауыздардан шығатын тек бір сөз: жаным, айналайын, қалайсың, айналайын, оқы. Біздер енді оқымай, сауатсыз болып қалдық. Сіздерге Алла берген балдарсыңыз. Оқыңыз, ертең еліміздің жырын айтыңыз деп. Біздің еліміздің мұңын айтыңыз. Олар білсін, біз елді қанша сүйеміз, қанша оларды сағынамыз деп. Мінекей Құдай соңын жеткізді. Мен бірнеше азаматты атағым келеді. Мәдри деген азамат болды. Тойжан бар. Тойжан ескелді. Сары деген ағам бар. Бұлар өмірдің тауқыметін көріп оқи алмай, бәрі сол жүк тасымалымен айналысып, жаңа шопыр болып, сондай жұмыстарда жүргенде, біздер мектепке барып жүріп, әртүрлі қызыққа батып, кейде темекі тартқымыз келсе, я кейде олар о кезде батыстық мәдениет еді Иранда, патшаның кезі еді. Ол жақта да арақ ішу, шарап ішу кеңінен тараған еді. Сонда бізді туған баласындай ағаларымыз қорғаштап жүреді. Сен темекі тартпайсың, сен арақ ішпейсің, сен оқисың. Егер бір жер төбелес болса, сол төбелестің дауын өздері сатып алатын еді. Бізді қашып жүреді. Бұнда араласпан. Сіз ешқашан жаңа милицияның қолына түспеңіз. Сіз оқуыңыз керек, оқуыңыз керек. Себебі сіз оқымасаңыз, біздің күнімізді ертең кім айтады елге бар, кім жазады? Алла Тағала кеткендердің рухын жаннатта болсын деп тілейік, солардың тірлеріне де ертең ағайындар отырып естиді ғой. Біз еш уақытта мен деп айтпауымыз керек. Елді ел ететін топ, қоғам, қауымдастық. Егер бәрі бірдей елдікке ұмтылмаса, бір адам түк емес. Бізді қаншалықты жаман жолдардан жаңағы сақтаған, бізге күтім жасаған, бізге барлық жігерін, барлық санасын, барлық тілегін білдіріп жүрген сол ағалар болмағанда, біз мәселе бүгін мен, я Нияз, ислам болып, я Нияз болып қалыптаспас едік. Біз соларға рахмет айтамыз. Олар да жаңағы оқымаса да үлкен жүректері мен тілектерін, істерін бізге арнап отыр. Сондықтан бүгін барлық сол өткендегі аталарымызбен қатар ағаларымыздың да жаңағы рухына өзіміздің дұғамызды, тілегімізді жолдағымыз келіп отыр ағайын. Енді мына ойланып отқаным, осы жаққа келген мына ағайындар, жастарымыз, университет бітіргендер, біздің жүрегіміздегі сол сағыныштарды өздерінің жүрегіне ұялата ала ма? Олардың келешегі қандай болады? Сол үшін қолдан келген шараларды атқарып, Иран қазақтары деген бірінші, екінші кітаптарымызды жаздық, жарық көрді. Сол оқуға қымбатса, сол өткендерін оқыса, оқып жүрген азаматтар бар екен білеміз. Бірде Алматыда университет оқып жүрген 3-4 жігіт менің үйіме келіп, рахмет аға, бізден мұғалімдер сұрайды, о Иран қазақтары қашан кетті, қалай кетті, біз жауап бере алмаймыз, біз білмейміз ғой, не болды аға дейді. Соның жауап бере алмай жүргенде сіздің кітабыңыз шықты, сіздің кітапты оқып, кім екенімізді білдік деді. Онда бұл да жаңағы тілектес аталардың, ағалардың
жаңағы арманы орындалғаны. Себебі кезінде бізге тапсырды ғой. Бәр нәрсе кітапта, жазуда, сызуда, соны жеткізе білді деп. Біз енді қолдан келгенше мінекей соған атсалыстық, бір шамада табысты болғанымызға, елді де бүкіл әлемдегі диаспора назарында аударғанымызға бүгін көзіміз жетіп отыр. Оның бәрі де жаңағы тәуелсіздіктің арқасы, бұның бәрі де сіздердің мына ағайындық тілегіңіз деп есептейміз. Сондықтан міне жерде имамымыз отыр, бауырымыз. Мына бауырым енді біледі ғой, 13 жыл мұфтиятта, жаңағы мұфтият кеңесінде өзіміздің қаншама үлесімізді қостық. Осы бауырларымыздың жанында жүрдік. Мұфтиятта мына елімізді дінге, дұрыс жолға тәрбиелеуге үлес қостық. Соның бәрі де мінекей бүгін сіздің ықыласыңызбен өзінің жаңағы біртіндеп жемісін көрсетіп отыр. Екіншіден, осы жерде Махмуд Алиев деген Иранның бас консулы отыр екен. Біз де өзіміздің құрметімізді білдіріп, солардың деген бізге көрсеткен үлкен жақсылықтарын, сол елдің деген мәдениеті, ол елдің деген бізге деген дұрыс көзқарасы біздің қазақтардың деген еңсесін көтеріп жүрді. Себебі шынымен де Иранда басқа қауымдастықтардан гөрі қазақтарды ерекше жақсы көреді. Өте жақын араласады. Неге? Себебі қазақ өзі жетілген ел ғой. Дастарханы кең, жүрегі үлкен, өзі парасатты, өзінің орнын біледі, сосын талантты. Ол талантты дейтінен енді Алла берсе келешекте талай зерттеулер болады ғой. Иран қазақтарының мәселе оқымыстыларын, сан саладағы жаңағы мамандықтарын, Ирандағы жетістіктерін, осы жерде келіп өздерін қосып жатқан үлестерін зерттеп зерделегенімізде соған көзіміз жетеді. Демек, кейде тек сан емес, сапада екі нәрсенің арқасында үлкен жеміс береді. Біріншісі махаббат, сүйіспеншілік, елге деген сүйіспеншілік. Екінші еңбек. Мен енді осындағы бауырларыма айтқым келетіні, тек қана адал еңбек ету керек, сосын ешқашан жүрегіндегі сүйіспеншілікті, махаббатты елге деген одан ажырамау керек. Адам махаббаттан ажыраса, адам еңбектен ажыраса, барлық құндылықтардан ажырап қалады. Мен өзім мінекей 25 жыл болса да, сол жалынды ошағымды атадан берген сағыныш пен сүйіспеншілікті, еңбекқорлықты өз мойныма алып, сол жүкті көтеріп келе жатырмын. Бұны не үшін? Өзім үшін емес. Бірінші, аталарым үшін өсиет еткен. Екінші, мына елімізде ертең мына бауырларымызға бір өнегелі аға болу үшін, адам аға болу да оңай емес қой. Жақсы аға болу, жақсы іні болу, үлкен өнер. Егер мен қателессем, Алладан кешірім сұраймын. Бірақ саналы түрде ешқандай қателеспеуге тырысып, еңбегімді жалғастырып, мінекей осы келген жылдарда 30-дан аса еліміздің деген жаңағы ең фундаменталдық негізгі еңбектеріне атсалыстым. Мырзахайдар Дулат, Тұрмұхаммед Істелеуұлы, Шах-Кәрімнің еңбектерін саралап, оны жарыққа шығарымның соның бір белгісі деп есептеймін. Сондықтан мына бүгінгі келіп отырған қонақтарға шын жүректен алғыс айта отыра, мына жас ұрпағымызға, бақытты ұрпағымызға, тәуелсіздіктің жемісіне мына қыздарымға, ұлдарыма айтарым,
ешқашан адал еңбектен, сүйіспеншіліктен ауытқымаңыз. Сол жолда еңбек ете беріңіз. Жаңа айтқандай, бүгін толқып тұрмын, тебіреніп тұрмын. Айтарым көп, бірақ мына құшағымды ашып, мына кішкентай жүрегіме барлығыңыздың жақсылығыңызға, бізге көрсеткен үлкен азаматтарыңызға, жаңа мына жерде Қайрат деген бауырым отыр. Қалжыңдап, Ниязға айтады, мінекей ағаңды әкелдім, баптап дейді. Қандай әдемі сөз. Ал мына жерде сен ағайын болмаса сені баптайтын. Қандай көңіл күймен келер едің. Бұл менің халім емес қой. Осы жердегі барлық мәселедегі Ираннан көшіп келген ағайындардың халы. Әрқайсысы өздерінің ағайын тауып алған. Әрқайсысы өздерінің достары бар, өздерінің тобы бар. Мен мына жерде мәселе Себетқали мен Сабыржан, Кәрим ағам болса, олардың да өздерінше жаңағы деген төңірек деген толы. Төңірегінде ағайындары бар, жанашырлары бар. Біздер ылғи биікке қарап өсуіміз керек. Қоғамда адамзаттың жаратылысын күні бүгінге дейін жамандық бар, кемшілік бар. Адам егер тек қана жамандыққа, кемшілікті ойлана берсе, өзі өспей қалады, жүрегі ауырады. Ол адам жылап үнай бергеннен пайдасы жоқ. Адам еңсесін биік ұстау үшін биіктерге қарап, жақсылыққа қарап, жақсылыққа сүйсініп, жақсы болуға әрекет жасау керек деп ойланамын. Мінекей осы көзқарасты мен өзімнің бауырларыма, Ираннан келген ағайындарыма айтып отырмын. Бұлар ешқашан түңілмесін. Кемшіліктер болса, ол кемшілікті алдарыңызды. Ол кемшілікті қалай жоюға болады? Мысалы, осында мен келген сайын зерделі өзбен ағайындардың тіршілігіне қараймын. Атайын десем, ондаған отбасы табылады. Келгенде мінекей бір отбасында 4 бала, 5 бала бәрі жоғары білім бітірген. Қазір мінекей елге келіп алып, зейнетақы алып, өзін бақытты сезіп жүр. Ал солардың отбасына қарап, солар қанша қиыншылықты көрсе де, ана балаларын, қыздарын оқытып жетілдірді. Бүгін өзін бақытты сезіп отыр. Енді Құда жекжат болып отыр осы жермен. Онда демек адам бақытты болатын жолдар бар ғой. Онда бақытты жолдарды іздейік. Сол бақытты жолдарды табайық. Сосын сол бақытқа қауышайық. Ал енді ылғи жамандыққа, ластыққа қарап отырсақ, ешқашан біз ана биікті көре алмаймыз. Алла Тағала бізді жаратты. Жаратқанда тәнді неден жаратты? Хамамаснун. Хамамаснунды қалай біз айта аламыз? Лай балшық батпақтың, балшық. Онда демек тән мына жандың шаңырағы. Осы топырақтан жаралғасын топырақта қалады. Бірақ Алла Тағала бізге өзінің демін, өз рухын үрледі. Сондықтан жан мен тән біреуінің деген илахи құдіретке ие, биікке қарауға, біреуі жаңағы батпаққа қарап. Алла Тағала бізді жаратқанда еркін жаратты. Таңдау өзіңде деді. Сен биіктікке қарап өссің келе ме? Я ылғи мына батпақ балшыққа қарап өссің келе ме? Ол жолды қалай жүресің өзің таңдады. Сондықтан Алла Тағала басқа жануарлардан бізге бір артық нәрсе берді. Ол сана. Қандай сана? Адами сана. Сананың өзінің сатылары бар ғой. Адамдық сана. Бір адамдық санадан төмен түссең, айуандық сана. Айуандық санадан төмен түссең, масылдық сана. Ал адамдық санадан биіктеу ұмтылғың келсе, әулиелік сана. Әулиелік санадан да биік келсең, илахи сана. Илахи санаға тек қана пайғамбарлар лайық. Бірақ пайғамбар емес, жүректері таза, бұлар өмірге жақсы қарайтын адамзат та
ең азында әулиелік санаға көтеріле алады. Ол біздің тарихта мысалдар көп. Соның бірі алысқа кетпейтін Бекет атамыз. Бекет атамыз әулиелік сана. Неге әулиелік сана? Себебі ол тек пенде адамдық деңгейде қалған жоқ. Ол елінің жаумен де қарсы тұруға, ағартушы салада, сәулетшілік салада, басқа да бәріне еңбек салды. Бүкіл қазақтың мына тіршілігін бар жағынан әсем, сұлу әдем еткісі келді. Ал ол кезде Бекет аталар соншама зұлмат, қиындық жылдары өмір сүрді. Егер ол уақытын сол қиындықтарды айтып, кемшіліктерді өткізгенде Бекет ата болар ма еді? Болмайды. Пір болу үшін, биікке көтерілу үшін, әрқашан биікті ойланып, жақсылықты ойланып, еңбек пен сүйіспеншілікті жолдас етіп, ары қарай жалғастыра өмірімізді, сөйтіп азаматтарымыз да мына келешек ұрпағымызға былай болғанда үлгі өнеге бола алады. Көп рахмет сізге. Себебі жаңада сізге айттым ғой. Бұл тақырыпта мінекей мендегі әр нәрсенің басын үшінден алып, бір 20 минуттық па 15 минуттық белгілеген уақытта сөз сөйлеуімді. Әйтпесе осы айтқандардың әр бір тақырыбын бірнеше сағатқа кеңінен әңгімелеуге болады. Біздің мына бүгінгі Иран қазақтарының сүйіспеншілігі, алғысы, рахметі ағайындар сіздерге, маңғыстаулықтарға және елімізге, тәуелсіздікке, елбасымызға деп қабылдадыңыз. Рахмет Ислам аға. Ислам Жемини ағамыз бүгінде мерейлі 63 жасқа толып отыр. Құрметтеп, қошеметтеп қояйық. Кемеріңізге келген кезде береріңізде аз болмасын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шығармашылық табыс тілейміз. Енді жаста болса бірнеше республикалық байқауларда топ жарып, жүлде алып, жеңіспен оралып жүрген әншіміз Сәбит Шектібаевтың орындауында Адайдың жеті қайқысының бірі Жаман Адай Тастемірдің әні Маңғыстауды қабыл алыңыздар.
Жаңа өздеріңіз көрген атажұртқа ат басын бұрған ағайын атты телехабар арқылы сол кездегі зор жаңалықты бүгінде тәуелсіздіктің елең-алаң шағындағы тарихи оқиғалардың бірі ретінде танып білдік. Каспий теңізі арқылы Парсы елінен кемемен көшіп келген қандастарымызды ел азаматтары сол жылдардағы Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Есен Күмісқалиев, көші-қон департаментінің директоры марқұм Жазырхан Сейдалиев бастап, Әли Сахимов ағаларымыз қостап, халық ықыласпен күтіп алған екен. Қаламгер ағаларымыз Қолқанат Нұржаубайұлы, Есберген Еңгірбайұлы, тағы да басқалар сүйінші жаңалықтарды ел жұртына жариялауға асығып жүріпті. Бүгінде оралмандарды бейімдеу кіріктіру орталығының директоры Шапай Әбілов бастап, оралмандарды қамқорлыққа бейімдеу кіріктіру жұмыстарымен айналысып келе жатыр. Осы ататалған азаматтардың атынан Есен Күмісқали ағамызды сахнаға шақырып лебізін тыңдайық. Қадірлі енді бүгін шынында да ерекше күн. Жаңа мына Ислам Жемелей бауырымыз өте жақсы әңгімесін айтып, ағайындарымыздың елге келгенге дейінгі, елге келгеннен кейінгі өмірлерінің бәрінен жақсы мағлұматтар берді. Көп рахмет айтамыз. Еліміз тәуелсіз болғаннан кейін осы жан-жаққа шашырап кеткен біздің қазақ ағайындарымыз ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың әдейі жарлығыменен жан-жақтан ауылға елге оралып келе бастағанын сіздер жақсы білесіңіздер. Мына әуелі жақын шетелден, оның ішінде Түркменстан, Өзбекстан, Тәжікстан, тіпті Ресейдің өзінен де ең алғашқы тәуелсіздік алғаннан кейін елге біраз қоныстанған ағайындар болды. Енді осы бүгінгі тақырыпқа байланысты Иран Ислам Республикасынан осыдан 20 жыл бұрын отбасын түзеген ағайындардың тарихына келетін болсақ, 1992 жылы елбасымыз осы Иран Ислам Республикасына барып, сол елдің басшысымен көршілік қарым-қатынас, экономикалық қарым-қатынаспен қатар, осы мәдени қарым-қатынаспен қатар, осы мына біздің сол елде жүрген ағайындарымыздың кейін оралуы туралы әңгіме болған екен. Осыған байланысты елге қайтып келгесін Нұрсұлтан Әбішұлы о мезгілде еңбек министрлігі дейтін министрлік болды. Саят Дүйсенов деген министр болды. Сол кісіге тапсырма беріп, сол еңбек министрінің ішінде көші-қон департаменті құрылған болатын. Сол мезгілдерде осы ағайындардың елге оралуына байланысты. Сондықтан да осы көбі біздің ағайындардың көбі Маңғыстаулық Иранда болмасын жерде министр хабарласып тапсырма беріп, бірге барып қайтайық деп, сол 92 жылда Иран еліне барып қайтқанымыз бар. Сол мезгілде көптеген ағайындармен кездесіп, әртүрлі қалаларда болып, мынау Күмбет, Горган, Бендер, Түркмен, осы ағайындар біразымен кездесіп, сонда байқағанымыз барлығының да елге деген сағынышы, барлығының да елге деген қайту ниеті. Әсіресе үлкендердің біз асарымызды асадық қойды, мына бала шағаларымыз, жастарымыз елге келсін деген үлкен сондай бір сезімін біздер түсініп келгесін жерде бір бағдарлама жасап, көш қалай болады, қалай алып келеміз, қалай орналастырамыз деген көптеген ойлар осы жерде болды. Енді ол бірінші барғаннан бірден нәтиже шыға қойған жоқ. Артынан иншалла бір жыл толар-толмаса тағы да қайтадан барып, Иран Ислам Республикасының сол мына бергі провинцияларындағы басшыларыменен, сыртқы істер министрлігіндегі азаматтарыменен тізім жасатып, қалай көшу керек, мерзім белгілеп, олардың көмегіменен шынын айтқанда осы әйтеуір ағайындарымызды кейін алу туралы біраз қызметтер істедім. Мына жаңа айтылды, осы ең алғашқы көш шетелден келген
Түркиядан, алғашқы Түркиядан келді. Ұшақпен келді онда. Неге десеңіз, Тұтана шығыс Түркістаннан Индия, Пакистан, Иран арқылы Түркияға көшіп кеткен ағайындарымызды ең алғашқы қабылдағанбыз. Әр ауданға, қалаларға бөліп, жергіліктерге бейімделіп, сөйрет қоныстансын деген ниетпенен орналастырғанбыз. Енді біразы осы қалаға келді, біразы олардың басқа республиканың басқа облыстарына қоныс аударып кетті. Бірақ негізінен осы Иран еліндегі біздің ағайындарымыздың бәрі осы Маңғыстауға келді деп айта аламыз. 95 жыл жаңағы суретті, жаңағы мына киноны көріп отырып, адам толықмай қарауы мүмкін емес. Шынында да анау теплоходтың портқа жақындап келе жатқандағы, олардың бізге қол бұлғап тұрғандағысы, біздің жерде күтіп тұрған азаматтардың сол ағайындарды күтіп алғандағы біздің сезіміміздің өзі адам былай айтып жеткізу өте қиын. Сондықтан да сол ағайындардың барлығы да осы жерге келіп қоныстанып, қазір осы еліміздің өркендеп өсуіне, экономикасының, мәдениетінің, салт дәстүрлерінің ары қарай дамуына көптеген үлес қосқанын мен өз қара басым соның шын жүректен қуанышпен айта аламын. Ана енді Иранға барған уақытымызда көп кездесу болды. Ағаларымыздың үйінде болдық. Гүмбетте де, Горганда да, Бендер Түрікпенде де, мешіттерде болдық. Сол мезгілдерде сұрақ көп. Барғасын бізге қалай болады, жұмыс қалай болады, біздің тіліміз бұлай келіңкіремейді, бұл қалай болады, балдар қалай сабақ оқиды, қалай біз бейімделіп кетеміз деген сияқты. Осының бәріне енді ол мезгілде де біздің еліміз жаңа ғана аяғынан тұрып, жаңа тәуелсіздік алып, енді біз айтқанда тәй басып жатқан ел бала сияқты ел болып жатырмыз ғой. Сондықтан ағайындарға айтқанымыз, біздің еліміздің де қазір жағдайы алып баратқандай жақсы емес. Сондықтан да елге келген жерде барлығымыз бірігіп, елдің осы өзіміздің тұрып жатқан тұрғындары мен елдің азаматтарын бірге қызмет жасап, елді бірге өркендетеміз, елді бірге ары қарай дамытамыз деген әңгіме айттық. Оған да түсіністікпен қарап, бірден бізге мынандай жағдай болмады деген әңгімелер болған жоқ. Сондықтан да ол ағайындардың да осындай түсіністікпен қарағанына біз өте қуаныштымыз. Міне сол кетерде жаңа бір көптеген хат алып кеттім мен сонда, сол жақтан. Қолыма беріп, осы Ақтау болсын, Өзен болсын, соларға бір жерде ағайыным бар еді, соған бір тапсыра қой деген жаңа біраз хат алып келіп, артынан сол үйлеріне телефон шалып, кездесіп, сояқтағы ағайындардан хат тапсырғанда олардың сезімінен де бұлай жай ғана қабылдау мүмкін емес болды. Қуанышты күндер болды сондай деген сияқты. Бір ағайынымыз, енді әзілірек айтып кетейін, мен енді мына өзімнің екі әйелім бар, екіншісі ирани, бұл қалып қоймай ма, ертең ауылға барғанда бір жерден жібермей қалмай ма, барғасын жаңа сендер қабылдамай қалмайсыңдар ма деген дейді. Сонан күліп айтып жатырмыз ғой жаңағы. Отағасы Құдай айырмаса біз айырмаймыз, келіңіз елге деп жатырмыз. Сонда жаңағы енді біз бәлен жыл Құдайсыз өмір сүрген адамдар деген ұғым ғой бұл ағайындарымыздың мына совет үкіметінің ішінде жүргенімізде. Бұлар да Құдайға сенеді екен деген сондай жаңағы көңілменен әзілдесіп жатқан кездеріміз болды. Осындай көптеген сәттер есте қалады біраз. Жаңағы теплоход келгеннен кейін Золотые пески деп аталады. Қай жерге орналастырамыз? Әзірге үй алып кеткенше, бұлай тарап кеткенше бір жерде болсын деген ойменен, әкімшіліктің шешіміменен сол жаңағы пионер лагері деген жер болды. Жақсы, тамағы да, жататын орны да бәрі де тәуір, сол жерге орналастырамыз деп шешім қабылдап, сол жерде біраз кідіріп, сосын артынан енді әр жерлерге орналастырылды. Жалпы Қазақстанда көші-қон туралы заңды ең алғаш қабылданған елдердің бірі осы тәуелсіздік алғаннан кейін. Бүкіл экономика нарыққа бейімделген
заңдармен қатар көші-қон туралы заңның қабылдануы жалпы шетте жүрген ағайындардың елге жылдамырақ келуіне, олардың жағдай жасалуына, мүмкіндігінде материалдық жағдайлары болуына көп әсер етті. Әсіресе ең алғашқы уақыттарда мына Түркменстан, Өзбекстан, Тәжікстан, сояқтан келген азаматтардың біразы сол заңға байланысты мүмкіндік, материалдық мүмкіндіктерді көп алды. Осындай да айтқанда, жалпы елбасымыз айтады, дүние жүзінде 3 қана мемлекет бар. Өздерінің ағайын туғандарын жүйелі түрде, заңды түрде қабылдап жатқан. Германия, Израиль және Қазақстан. Шынында да солай. Сондықтан да осы президентіміз бұл мәселеге өте көп көңіл бөліп, күні бүгінгі шейін сол заң, көші-қон туралы заң, мына ағайындардың қайтып келу туралы заң, үкіметтің заң құжаттары, қаулылары осы көшіп келіп жатқандарға үлкен көмек болды деп есептеймін. Келгесін жерде енді жаңа азаматтарымыз сөйлеп жатыр. Мысалы, балаларды оқыту керек, дәрігерден өткізу керек, әр жерге тіркеп қою керек деген сияқты. Бұл мәселелердің бәрі де біртіндеп шешілді. Әрине, енді ол көптің ішінде барлығы да болады. Кішкене келгесін жерде еліміздің жағдайы да онша бола қойған жоқ. Өмірге жаңа аяғымыздан тұрып жатқан ел болдық қой енді. Сондықтан да кішкене апырмай деген ағайындарымыз да болды. Олармен де кездесіп, енді кішкене шыдамшылық керек. Амандық болса бәрі де болады ғой деген әңгімелерді біраз айттық. Жұмыс мәселесінде қиындық болды. Маған көбірек керек, неге десеңіз, мен енді сол елге барған азамат болғандықтан, сен жаңа сол жүріп едің, алып келіп едің, қарсы алып едің, көмектестеген ағайындарымыз өте біраз келді. Соны тіпті кейде енді нағыз бір қиналған уақытымызда өзімнің жаңа көлік машинама отырғызып алып, бір үлкен жаңа жұмыс компанияларының басшыларына барып, ішіне кіріп, мына ағайынды өзін баласын жұмысқа ал деген уақыттарымыз болды. Енді сыйлағандықтан ба, болмаса кішкене ана азаматтың да жүрегінде осы ағайындарға деген жақсы бір сондай көңілдің болғандығынан ба, кейбіреулер солай да жұмысқа орналасып кеткен күндері болды. Жалпы енді бүгін қарасақ, мінекей бүгін осы біздің ағайындарымыз толыққанды біздің қазақ елінің азаматы. Өзінің кәдімгі барлық бітім болмысыменен елге сіңісіп, бірге елімізді көгертіп, ары қарай экономикасын, мәдениетін барлық жағынан да өсіп өркендеуіне атсалысып жатқан ағайындарды есептейміз толыққанды. Сондықтан да бүгінгі мына 20 жылдық елге келген мерекелеріңіз құтты болсын. Ендеріңізге саулық тілейміз, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Амандық болса, сол 20 жылда бұрын дүниеге келген кішкентай сәби, қазір уже білдей азамат, олардың өздері де толыққанды білім алып, толыққанды қазір біздің осы ортамызға қосылып, азамат болып кеткеніне бәріміз қуаныштымыз. Сендерге денсаулық, бақыт, барлық ағайындарыңызға амандық тілеймін. Рахмет. Рахмет сынаға. Енді бір сәт өткен күндерге ой жүгіртіп, 30 жылдарды көз алдымызға елестететіндей, сол шақтардың жанайқайын құлағымызда жаңғыртатындай ән Қожантай Қойбастың Маңғыстаумен қоштасуын тыңдайық. Сахнаға әнші, жыршы, жырау, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының құрметті профессоры Амандық Көмекұлын шақырамыз. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Өткен күнде белгі жоқ тойындей 20 жыл өте жоқты анау Ақкөлге жатқан ауылдан кешегі бір кез ақыл болатын болса, оқымысты болатын болса, Аразмағамбеттей ақ болар. Парсының патшасына хат жазып, сояқтан жер сұрап алып. Адам қадірлі болса, қазақ қадірлі болса, Қалдияздай ақ болар, Қайыптай ақ болар, Тәжікстанда қалып. Сүйегі сүйретіп алып келіп жүргенде. Адам қадірлі болса, кешегі шамталпақтардың бауыры Зәкәриядай болар, елін, жерін Маңғыстаудан сайтын. Маңғыстау сағынатын қалып, жазайын жауап толғанса жерім қозғалған. Пікірге түсіп, бір қиял шайырым қалам қолға алған. Адай деген ел едік, басына қайымыз түссе, бір жағын күшпен қолға алған. Біздер төгілге жегі жел қармай ескендер, қайғыны басқа шуғанған деп.
Зәкәрия жатыр Шаржау мен Фарақтың қасындағы. Шаржаудан өткесін Фарақ жаққа қарай, Бұхара қарай, Әмудариядан өткен жерде қазақ қауымдығы бар, сол жерде елу сүйіскені мысалға. Сол сияқты қаншама адамдардың сүйегі ана жақта қалды. Адай-адай болғаннан абырайын Алла оңғарған деп айта-айта келіп, секір-секіру тойғаннан, секірер біреу тоңғаннан, біреулер шықса Ираннан, біреулер шықты ауғаннан, жетіскенден кетті ме Сарыарқа менен Саураннан деп, осы адай аржағы. Қайсы бірде айтайық, Қажекең айтып кетеді ғой, қазақ деген денеді қайырлы халық атанған. Әзіреттің ана бойынан, Алғысудың бойынан атамыз мекен еткен жер, қиялмай сосын кеткен жер, сол Алғысудың бойында Алшын деген азауын көшіп салып қарауыл аттың мініп жарауын. Көтере көшкен іргені жинады ноқта сіргені, қарттар мен ерлер жиналып ортаға салған білгенін деп, осы Маңғыстауға келіп иеленіп қалып жүрген осы халықтың өзі, мысалға Атақонысын қимай, осы Маңғыстауды қимай, соншама алыс жерлерде сапар шекті. Қайсы бірін айтамыз. Азғантай кішкене көресіздеу адамдар өңменінен итереп, өзекке теуіп, кішкене көресіздің көрсетілген жерлер бар. Иран, ана Иран бар ғой бәленшедегі. Мысалы мен Түркменстанда Шаржауда туып өстім. Шаржау дейтін жерде. Қазақ келіп отырмын, бұл қазақтарға қараң дейді. Өзбекше айтып тұрмын мен, сол Шаржаудың тілімен. Бұл қазақ жатсынбайтын жер қайда бар деп мен Жамбылға барған кезімде бір адам менен қазақ келатыр деген сөз естідім. 79 жылы, осыдан 36 жыл бұрын Атақонысым, Атамекенім мына Жыңғыдыда жатыр. Мен арға келерім. Бөрібайдан тарайтын Жәмекемен дос дейтін екі шал Бекбауыл атаның қасында. Қаяқтан келген білесің? Ой, Түркменстан туып. Мына жақтан келген екенсің. Мінекі осындай көресіздеу ағайындар кішкене өзі қайтерін білмей, әрең дегенде әлпештеп бала шағасын бір қатарға ілгіп кетсем ау деп келіп отырған халықтың өңменіне қанжар қадағандай білмесін. Осындайлықта біздің мына жазушыларымыз, ақындарымыз, басқаларымыз айтқан кезде ағайын, оу, бауырым ғой сенің, бауырым бол, сенің бауырым ғой деген сөздерді тәуірім ғой дегенді айту керек. Не үшін Иранға кетті? Сатқындықпен кеткен жоқ. Сатқын болатын болса жаңа бірталай шалдардың атын айтып кеттім ғой. Оның бір жағында Ғарифолла Құрманғалиевқа ұстаз болған. Сөздерін өңдеп осы Светқалиға. Кешегі Қожантай Қойбас, Жеменей дейтін ауылдан да талай-талай жүйріктер шыққан ғой. Сол Маңғыстау, ай мына сағана тамыңа жата алмайтын ұлтау деп кетіп баратыр айтты дейді. Сол да осы Оторлаушылық саясаттың оғынан үлген кәкелеріміздің бірі, сондықтан ағайын. Шөптің басынан теріп алған жылқы сатып, елдің алдынан теріп алдық, өңдеген жоқпыз. Мен Светқалидің өңдеу қойдып, осы бір жүйрігіміз болатын болса, сөз қадірін білетін адам болатын болса, Светқалидай ақ болар деп осы Светқалилардан естігеннен кейін үйреніп алып, көкейіміздегі көп дүниені қозғап кететін ән болғандықтан осы бір әнді жаттап жүреді. Мына бүгінгі 20 жылдық тойларға шашу етіп айтайын.
buyurmaz beken dizgin babamın жатқан сағына барсаңдар сәлем айтарсың ат етек деген қалаға сыя алмай кетіп барамыз лайлап Маңғыстау ел далаға Осылайша зар жылап ата жұрттан ауған ағайынға пана болған, қамқор болған Иран Ислам Республикасының бүгінде тәуелсіз Қазақстандағы бас консулдығы, Маңғыстау облысындағы бас консулы Махмуд Адик мырзаның лебізін тыңдайық. Оның сөзін аударып беру үшін Нияз Тоғыш ағамыздың көмегіне жүгінейік. Махмуд ағамыз көрмені тамашалап жүр екен қазір. Нияз аға, сіз өзіңіз келе беріңіз, аударып тұрасыз. Нияз аға, бас консулымыз келгенше ол кісіні таныстырып өтсеңіз, қазір де көптеген игі істердің басындағы жүр ғой ағамыз. Iya болады. Ассалаумағалейкум ағайын. Бас консулымыздың келгені 2 жыл болды. Махмуд Адик мырза бұрын болса Кеңес одағының территориясында болған Армения, Азербайжан деген жерлерде бас консул болған. Біздің елге келгеніне 2 жыл болды. Бірталай жұмыстарды атқарып жатыр деуге болады. Соның ішінде ең бір маңыздысы осы біздің қаладан Иранда қазақтар тұратын Горган деген қалаға Алла бұйырса көп ұзамай ұшақ жолы рейс ашылады деген үлкен қуанышты хабар бар. Етіп жатқан еңбегі. Нияз аға, сіз мына микрофонды алыңыз. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. من ابتدا مایلم مراتب سپاس خودم از برگزار کنندگان این برنامه اعلام میکنم و از اینکه فرصت پیدا شد در جمع گرم و صمیمی هموطنان عزیز ایرانی غزه حضور پیدا کنم مراتب سپاس خودم و خوشحالی خودم اعلام میکنم. Біріншіден осындай салтанатты жиынға қатысып отырғаныма кеше бізде болып кеткен, қазір осы жердің азаматы болып жатқан ағайындардың арасында болғаныма ұйымдастырушыларға шын жүректен рахмет айтамын. ما امروز گرد هم آمدیم در این مکان زیبا که بخش زیبایی از تاریخ مشترک دو ملت بزرگ ایران و قزاقستان رو در کنار همدیگر جشن بگیریم. Biz бүгін бұл әдемі жиында бізге ортақ болып келген мәдениетіміз бен тарихымыздың бір шеті ұштасып жатқан осындай керемет тойды, осындай керемет жиналысты осы жерде өткізуге жиналып отырмыз. بزرگداشت مقطعی از تاریخ دنیا که میتونه یک الگوی جهانی از زندگی زیبا و مسالمت آمیز اقوام در کنار یکدیگر باشد. Бұл жиналыс әрине қауымдардың, ұлттардың бір-бірін сыйлап, бір-бірінің жерлерінде осындай бейбітшілікте өмір сүріп жүргендің бір кішкентай белгісі.
هموطنان قزاق ما هیچگاه به عنوان یک خارجی و یا یک بیگانه در ایران محسوب نشدند. اونها در کنار عضو خانواده بزرگ ملت ایران محسوب شدند و در شادی و غم ایران شریک بودند. İranға барған қандастарымыз ешуат Иранда өзін бөлек жүрміз деген сезімде болған емес. Оны біз білеміз. Біздің өзімізде ол кісілер бізге басқа бөлек адам келді деген ойда болған жоқпыз. Тату-тәтті Iranda жүрдік, Iranda өмір сүрдік ағайындар. نمونه بارز و زیبای این شراکت هموطنان قزاق در شادی و غم ملت ایران دفاع جانانه و مردانه جوانان قزاق در طول 8 سال جنگ تحمیلی رژیم بأس عراق علیه ایران بود که جانانه جنگیدند و شهدای عزیزی تقدیم استقلال ملت ایران کردند. Тату өмір сүрудің белгісі Иранға барғандан кейін, сол елдің азаматтығын алғандан кейін, кешегі 48 жыл болған Иран мен Ирактың соғысында қазақтың қаншама жастары сол соғысқа қатысып, қаншамасы шәйіт болып, қаншама жанкештілік жасаған, оларды ұмытпайтын біздің тарихымыз 8 жыл. علاوه بر آن جوانان و مردم قزاق در مراکز آموزشی، تحقیقاتی، دانشگاهی و پزشکی ایران خوش درخشیدند، مراتب بالای علمی رو از آن خود کردند و در کنار جوانان ایرانی همواره بالاترین درجات علمی رو طی کردند. Сонымен қатар біздің жастарымыздың арасында Иранда қаншама жастар өсіп өркендеп, ғылыми жағынан сондай жоғары деңгейлерге жетіп жатқаны, әрине бұлар сол адамдардың қабілеттілігі екі елдің татулыққа деген өзінің арасындағы сүйіспеншілігі мен бір-бірінің түсіністігінің нәтижелері. ما در میدانهای بزرگ ورزشی شاهد درخشش جوانان قزاق ایرانی در کنار ایرانیان بودیم. در رشته‌های مختلف ژیمناستیک، وزنه‌برداری، شطرنج، دومیدانی، فوتبال و رشته‌های مختلف همواره جوانان قزاق جزو درجات عالی در کشور ایران بودند. Сонымен қатар Ирандағы тұрып жатқан қазақ жастарымыз солардың ішінде қаншама түрлі салаларда, спорттың түрлі салаларында үлкен орындарға жетіп, үлкен жүлделерге барып, біздермен қатар сондай салаларда табысқа жетіп жүргендері сол жерде бейімделіп өмір сүрудің белгісі деп есептейміз. ایرانیان عزیز قزاق همواره عامل تحکیم دوستی‌ها و محبت‌های بین دو ملت ایران و قزاقستان بودند و این روند بعد از سال 1991 و استقلال کشور قزاقستان از شوروی سابق سرعت بیشتری یافت، چرا که این فرصت ایجاد شد که ایرانیان عزیز قزاق به قزاقستان بیان و متقابل این رفت و آمدها زیاد شد. اینها باعث تحکیم دوستی‌های دو ملت، آشنایی دو ملت به یکدیگر شد. Иранда тұрып жатқан қазақтардың, көшіп келген қазақтардың екі елдің арасында алтын көпір болғаны белгілі. Сонымен қатар қазірдің өзінде әсіресе егеменді ел болғаннан кейін бұл байланыстарымыз күшейіп, екі елдің арасын неғұрлым түрлі салаларда нығайтуына ағайынның қосып жатқан үлесі зор. این جمعیت عزیز و فریخته علاوه بر این که در توسعه مراودات بین مردم کمک شایانی داشتند، در کمک به دولت مردان برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی همواره درخشیدند. Бұл әрине екі елдің арасын тек байланыстырып қоймай, түрлі салаларда жаңа айтып өткеніндей, екі елдің неғұрлым байланыстарының нығаюына әсер етіп жатқан жайы бар. ما در همین سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آکتائو همواره شاهد کمک قابل توجه دوستان قزاق ایرانی بودیم که در پیشبرد برنامه‌های ما کمک زیادی کردند. Біз осы Ақтауда орналасқан бас консулдығымыздың өзінде ағайындардың қанша көмектері бізге тиіп жатқанын айтудың өзі артық. Өйткені солардың көмегі болмағанда біз осы елде, осы қаланың ішінде бірталай жұмыстарымыз жүрмей қалу қаупі болатын еді дейді. ما در پایان سال 2013 به اتفاق جناب آقای علی کایدربایوف استاندار محترم مانگستاو و هیئت بزرگی به ایران رفتیم. 2010 жылдың аяғында
облыс әкімі Али Гайдарбаев мырза менен үлкен делегация болып Иранға бардық. شاید یکی از زیباترین و گرمترین و سبزترین برنامه‌ها برای شخص بنده جلسه ای بود که در مهمانی دوستان قزاق در شهر گرگان شرکت کردیم. Менің есімде қалар ең әдемі оқиғалардың бірі сол жерде қазақтар топтасып жиналып, делегацияны соның ішінде мені сөйерді ыстық лебізбен қабыл алғаны. من میخوام خدمت شما بگم که من اونجا صمیمیت و محبت رو به جد در میان این قوم عزیز احساس کردم و شاید لحظه ای احساس نکردم که اینها غیر ایرانی باشند. Мен сол жерде сондай бір сезімде болдым дейді. Бұлар сондай бізге беріліп кеткен, сондай Иранның мәдениетімен ұштасып, араласып кеткен адамдар, бұл ағайындар Ираны емес екенін мен сөйлеп ұмытқандай болдым дейді. امیدواریم که ما بتونیم به عنوان نمایندگان دولتی دو کشور از این ظرفیت بسیار عظیم در توسعه اقتصادی دو کشور ایران و قزاقستان، مهمتر از اون در توسعه مراودات مردم و ظرفیت گردشگری که بین دو کشور وجود داره بتونیم استفاده کنیم. شما حتما میدونید که برای توسعه گردشگری نیاز به مترجمین خوب هست که بتونن زبان دو ملت و پیام دو ملت رو به هم منتقل کنن و خود این جمعیت یک ظرفیت بسیار عظیم برای انتقال پیام دو ملت ایران و قزاقستان برای توسعه گردشگری است. Осылардың бәрін айта келе, осындай потенциалдан біз пайдалануымыз керек деп ойлаймын. Себебі түрлі салаларда, соның ішінде туризм деген мәселелерде дамыту үшін ағайынның қосатын үлесі зор болмақ болашақта. اراده رهبران دو کشور همواره به توسعه روابط استوار بوده. هم آقای دکتر روحانی سفرهای متعددی شاید بیش از 4 یا 5 بار طی 2 سالی که به ریاست جمهوری رسیدن ملاقات‌هایی داشتن با جناب آقای نظربایو و هم جناب آقای نظربایو رئیس جمهور محترم قزاقستان به جد پیگیر توسعه روابط با ایران هستند. Біздің екі басымыз бір-бірімен кездесуінде осы біздің президентіміз осы жерде ресми сапарлармен келгенде солардың барлығында екі елдің байланыстарын, түрлі салалардағы байланыстарын неғұрлым ары қарай жетілдіруге, нығайтуға өздерінің үлестерін қосып жатыр деген. دوستان عزیز من، اساتید و بزرگوار قبل از ما، جناب آقای اسلام و دوستان دیگه که من عذر میخوام اسمشون رو نمیدونم، به خوبی تاریخ دوستی ها و تاریخ عمیق بین دو ملت رو تشریح کردن. من دیگه نیاز نمیبینم در اینجا با آمار و ارقام و تاریخ بپردازم. از اینکه امروز بنده رو در جمع صمیمی خودتون پذیرفتید صمیمانه سپاسگزارم. Осы жерде менен бұрын сөйлеп кеткен ағаларымыз бар, соның ішінде атап айтып отырмыз, Ислам Жемени ағамыз Алматыдан келіп баяндаманы толық жасады. Одан ол кісілерден артық менің айтатын сөзім жоқ дейді. پایدار و پیروز باشید. Рахмет. Рахмет. Елдестірме келшіден деген Иран Ислам Республикасы мен Қазақстан Республикасы саясатта да, экономикада да ең маңызды серіктестердің бірі. Каспий теңізін біріктіріп жатқан қос мемлекет. Ал Нияз Тобыш ағамыз парсы, ағылшын тілдерінің маманы. Бұдан 8 жыл бұрын Иранның алдыңғы президенті Ахмадинежад келгенде Назарбаев екеуінің арасында тілмәш болған еді. Бүгінде бас консул Махмуд Алиевтің сөзін сіздерге жеткізіп отыр. Рахмет айтамыз ағамызға. Кемдігінен тапқандай нақ керегін қос ғашықтың жырынан бақ көремін. Қайып сері құрбаны сағыныштың шахид кешкен армандап ақ бөбегін. Ой қырын Маңғыстауын тұрақ қылып, жүргені бойды билеп қуатты үміт. Күндері сағым болды бөбек қыздың ойнаған шарқат жауын лақтырып. Кетсе де қызыл баспен тәжік асып, көңілдері сезімнің жазын асып. Қайыптың сырлы сөзін айтпағанда тыңдағанды қылады сазы ғашық. 2 ай бұрын Ақтауға қыдырып келіп, бүгінгі салтанатты шарамыздың құрметті қонағы болып отырған Әбіш Пакиз атты азамат ағамыз бар екен. Кезінде найза, диск лақтыру мен зілтемір көтеруден Иранда бірнеше рет чемпион болған кісі дейді. Орта мектептерде математикадан сабақ берген ардагер ұстаз, зейнеткер. Иранда қазақтар арасында ән, жыр айтып, беташар салтын атқарып келеді екен. Ендеше ағамызды құрметпен төрімізге шақырайық. Қазақстандық әншілердің орындауында Қайыптың Ақбөбек әнін талай тыңдап жүрміз ғой. Бүгін Ирандық қазақ өнерпазының айтуында тыңдайық.
Аймұхаммед Қазақ домбырамен сүйемелдейді, қабыл алыңыздар.